Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен шалғамның адам денсаулығына пайдасы қандай және қандай аурулардың алдын алады, сол туралы мәлімет беретін боламыз. Каналымызға тіркелмесеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Шалғамды дұрыс таңдай біліңіз. Көкөністің түсі алқызыл, терісі тегіс болу қажет. Егер шалғамда қара дақтар пайда болса, көкөніс бұзылайын деген сөз. Ал егер жұмсақ болса, бұл сортты шалғамның талшықтары дәмсіз болады. Шалғамнан бет терісіне пайдалы маска жасауға болады. 2-3 шалғамды ұсақтап, 5-6 тамшы өсімдік майымен араластырып, 1 шай қасық крахмал қосады. Қоспаны бетіңізге жағып, 10 минут ұстаңыз. Шалғам іш қатқан кезде де пайдалы. Шалғам жапырағынан жасалған тұнбаны ішсеңіз, ішіңіз қояды. 1 үлкен қасық жапырақты 1 стакан ыстық су құясыз, сосын 1 сағат бетін жауып қойыңыз. Тамақ ішіп болғаннан кейін 20 минуттан соң 3 рет ішесіз. Бұл әдісті 2-3 күн қайталауға болады. Басыңыз ауырған жағдайда жаңа сығылған шалғам шырынымен маңдайыңызды, самайыңызды және кеңсірігіңізді уқалаңыз. Бұл көкөністің құрамында 100 граммдай магний, калий және кальцийдің күнделікті дозасы бар. Шалғамның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген дәрумендер бар. Мысалы, С, РР, В, В6, В2 витаминдері. Шалғам өт тас ауруларына және бауыр ауруларына қарсы жақсы көмектесетін көкөніс. Холелитаздың себебі өт тоқырауы. Ол үшін шалғам шырыны қолайлы. Бұл керемет холеритикалық агент, бірақ бауырдағы ауырсыну кезінде мүмкін болатын зиян туралы ұмытпаңыз. Шырын 2 апта ішінде күніне 3 рет, тамақтанудан бұрын 1 сағат бұрын 100 грамм мөлшерін қабылдау қажет. Бауыр ауыратындарға көкөністегі күкірт өт шығаруға ықпал етеді. Осының арқасында бауыр мен өт қабының тиімділігі артады. Шалғам бауырға пайдалы деп сенімді түрде айта аламыз. Шалғам әйелдерге де денсаулығына өте пайдалы. Атап айтқанда, етеккір циклінің қалыпқа келтіру үшін шамалы кезеңдерде сәбіз мен шалғам шырыны көмектеседі. 300 грамм сәбіз шырыны үшін 2 шай қасық шалғам шырыны қажет болады. Бұл әйелдердің сұлулығын сақтау үшін де маңызды. Іш қатуға да көмектеседі. Шалғам қолдану терінің пайда болуының оң әсер етеді. Шаш пен тырнақ берік және жылтыр болады. Бұл оның құрамындағы никотин қышқылын береді. Шалғам ерлер үшін де денсаулығына пайдалы. Еркектердің денсаулығы үшін шалғамның айқын пайдасы оның асқыну синдромын жеңілдетеді. Асқазанның айқын белгілері өтуі үшін таңертең осы көкөніспен салат жеу жеткілікті. Абразиялар мен кесектерді шалғамнан жасалған шырын жақсы емдейді. Жараланған жерге тамыр шырыны мен компресс қолдану қажет. Шалғам тестостерон деңгейін жоғарылатады. Сонымен қатар простатитпен күреседі, жүректі нығайтады және инфаркттен қорғайды. Ол үшін тамырлы көкөністі аптасына кемінде 2 рет жеу керек. Сатып алынған шалғамды тоңазытқышта сақтаңыз. Жапырағымен 2-3 күн, жапырақсыз 1 аптаға жуық. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің каналымыздың ары қарай дамуына үлес қосқыңыз келсе,
ой-пікірлеріңізбен комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта біз сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.